Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге әдеттегідей Bamix YouTube арнасы. Біз бүгін Ерназар екеуміз 130 жылдық Bamix'тің трицикл-мен Алла қаласа базарға қарай шықтық. Ерекше сұлу көрікті тартынды. Бесплатно тачка, өш күрішікмен. Басамын мауқымды. Жүрген жол дұрыс болса саған үндемес едім. Сен амаға дайын болмасам мен гүл бермес едім. Сен дайын болмасаң маған вообще-тін бермес едім. Трициклімізбен бұл жерге жігіттер, трицикліміз 1 тоннаға дейінгі салмақты көтеріп алып жүреді. Бақшала әдемі киноның ыстық кейіпкері. Жанымнан өтіп кететін елеске, сенің сұлулығыңды қосып елестеттім. Жоқ жарығым тағдырым құрбан. Ал, құрметті достар, біз қазір Алтын Орда базарына келдік. Міне қарасаңыздар, ажиотаж болып отыр. Біз қазір Bamix'тің 130 кубтық трициклмен керек адамдар, яғни өзінің жүктерін көтере алмай жатқан адамдардың жүгін көтерісіп, яғни тасы бар бері көмектесетін боламыз. Кеттік. Артқа, Ерназар, давай. Маған Ерназар мен Алтынбек бауырым лично көмектесетін болады. Кеттік ал, клиенттер іздейміз. Бесплатно тачка! Жігіттер, Алтын Орда базарынан бесплатно 3 грузчикпен 1 трицикл. Кеттік. Бесплатно тачка, 3 грузчикпен. Бесплатно тачка. Алтын Орда базарында клиент таппай жүрміз. Яғни осы дүниеге, осы трициклымызға басып алып баратын зат, қандай да бір дүние таппай жүрміз клиенттер. Арнайы тачка сүйрететіндер адамдар келіп, заттарын бастырып жүрді ғой. Ё-майо, әне. Айда, солға бұрыл. Айда. Тоқта. Брат, ассалаумалейкум. Қалайсыз, қалыңыз қалай? Братан, мынаған басайық та. Апарып берейік, көмектесіп. Видео түсіріп жүргенбіз ғой, просто товар таппай жүрдік қой. Товар түсіріп. Павильон қайда? Бесплатно апарып береміз. Видео түсіріп жүргенбіз, товар таппай жатырмыз. Өзіміз жасамыз ғой. Бола ма? Жоқ, бірге барамыз ғой, қосын ештеңе істемейміз, қосын құдай шықсын. Ал, жігіттер, біз қазір даже клиент таппағаннан өзіміздің ағамыз тачкасымен товар сүйреп баратыр екен. Ағамыз тоқтатып алып, екінші павильонға барамыз дейді, товарын алып баруға көмектесіп жатырмыз. Жігіттер, аға қалай? Сізге өзіңіз шошып кеттіңіз ғой, не болып кетті өзі? Түсінбей қалдыңыз ғой, да? Bir жаны жақсы болды. Жақсы болды, асып тұрған кезде, иә, апарып бере саламыз. Бізде жолдан сізді көріп қуанып кеттік қой, как будто, ё-моё, таза қызық болды. Болды, рахмет. Иә. Бұйыртса өзіміз теп көмектесіп жүретін боламыз. Барынша ал, жігіттер, кеттік ал. Ары қарай жалғасын көретін боламыз. Ағамыздың артынан ерек кеттік. Қалай, Алдаш, кайф па? Аха. Сояққа қарай ма? Болды. Аха. Міне, көріп тұрсыздар, ешқандай. Үстінде бір емес, 3 адам отыр. Бірі Алтынбек, екіншісі Ерназар, үшіншісі біздің тайып видеографымыз. Және де артта 300 килограммды товарымыз бар. Задний да бар, көріп тұрсыздар. Задний ходпен. Қойып береді. Болды. Кәз, қойып жүрсің. Болды, тоқтай тұр, Ерназар, артын ашылайық. Ассалаумалейкум, братан, қалайсың, қалың қалай? Братан, қазір, міне, дәл қазір осылай картошкаларымызды біздің трициклға басып, кезекті грузоподъемысын, яғни қанша килограмм көтеріп жүретініне дейін нақты эксперимент жасайтын боламыз. Кетті, бірінші мешок. Екінші мешок. Үшінші мешок. Қанша дейді картошка? Төртінші мешок. Бесінші мешок. Қай жердікі, братан, картошка? Қарағанды картошкасы. Дөңгелекке қарап қойыңдар, Нормально ма? Нормально.
Нормально ма? Жабаса керек қой. Болды, жабастық. Жабылмай қалады қазір. 20 салайық па? Болды, братан, нормально жап па? Салайық па? Сал, бір екеу сал болмаса. Құламайды шығар. Құламай ма? Қалмай ма? Жабылып кетейін ба? А? Жабылып кетейін ба? Мына кісіге. 10 мешок. Мына жерде 10 мешок. Қанша килограмм, братан? 500 килограммны бастық. 496 килограммды бастық жігіттер. Болды ма? Болды, айдық. килограммды баллончигінде қараңыздар, нормально алып баратыр. Яғни жігіттер бұлар 800 килограммға дейін, 600 килограммға дейін салмақты көтеріп алып жүре береді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, 500 килограмм салмақпен задимен жүріп жатыр. Жігіттер бұл чухить етіп тұрған жоқ 500 килограммды. Точнее 800 килограмм деп характеристикасы көрсеткен. Біз 1 тоннаға дейін максимальный салмағын айдап үстіне жүріп көрген болатынбыз жігіттер. Жоқ, бұл хозяйство үйге жақсын ба? Бамикс. Бамикс. Хозяйственный машина ғой, мына үстіне екі ағаш тастасаң, елі пресс тақ кетеді ме? Алып кетеді. Ағаш мына қынасын Ресорды қарасаңшы, ресор. Ресор Әртүрлісі бар аға бұның. Оның өгендерде бар аға, 250 көп. Замасвалдары бар, өздері көтеретін. Өткенде бір машина бар, понти бір машина бар. 950 теңге. Бір әуесін келеді анамыз. Хозяйственный ғой, бір анау жаңағы шаруашылығы барға чап. Мынау испчава. Күрш өте қала ма? Өзіңіз көтеретін ғана самосвалдар бар, олар өздері көтереді ғой. Резина ғой көше ана күрш. Артқа, алға. Газға? Ал, давай, прекратим. Келмей қалсаң, апарамыз ғой, Не қайсы? Тормоз алсаң, аяғыңыз емасыз. Газ жібер, цепление жоқ бұда, нақаны сала бересіз. Қалайынан артқа жүрсеңіз де бар. Ағыран газырасыз артқа жүрсеңіз. Жоқ, керек жоқ. Айдаға қарадым, Екі адам отырады екен ғой бұлар, Екі адам отыра ма? Иә, екі адамда отырса бар. Кім? Я, папаңа әперінен. Керемет екен. Бұл көлік, мына хозяйство имет ететін кісілерге таптырмайтын көлік. Мал төлдеген кезде мына жан-жағына кузовты ашып қойып, екі балық тасыса 50 преске дейін алып кетеді мынау. Жем шөбін таси береді. Таптырмайтын көлік негізі. Балқы дейді, балқы. Жүрісі де Ауыл аймақта, ауыл аймаққа сельский месін жерлердегі жаңағы хозяйство имет ететін кісілерге өте таптырмайтын көлік. Балдар жұмыстарын алға баса берсін. Ұнады ма, айдап көрдіңіз бай? Көрдім. Болады енді. Біздің онша екеміз келмейді ғой енді бірақ. Үйреніп кетесіз ғой, бір күн бар кетсе. Жақсы айналай. Сізге қалай, брат? Ұнады ма? Ұнады. Маған мынау мотоцикл ма, бұл қалай айтылады? Трицикл деп айтылады. Трицикл. Муравей өте керемет екен, ауылға. Мынаны алу керек екен. Енді ақша жинап, осындай аламыз енді. Алтын Ордаға таксовать етуге де алуға болады даже. Мына жігіттерге айтып жатырмын, машинаға ауыстырасыңдар ма деп. Анау қызыл машинаға. Жігіттер, міне уже біз қайттық па деп атсақ, кезекті ағамыз поправить етіп, мына холодильникті Алтын Орда базарының ішіне апаруын сұрады. Ал, үшінші рейсіміз басталды. Кеттік үшінші рейске бұйыртса.
Ал жігіттер, біз уже трициклімізден бір емес 3 рейсті жасадық. Енді кезекте сіздерге трициклдің обзорын, яғни трицикл туралы ақпараттарын толықтай бере кетейік Ерназар екенбіз. Ерназар, давай, неден бастаймыз? Әрине бұның моторынан бастай кетейік. Бұда тұрған мотор 130 кубты, яғни мотоциклдардың емес, грузовойға арналған, яғни жүк тасымалына арналған 130 кубты водяной охлаждениемен, радиатормен 130 кубты мотор тұр. Көлеміне келетін болсақ, көлемі кішкентай. Ал енді бұның ұзындығына келетін болсақ, бұлайнан общий 3 метр, ені 1 метр болады, ал борттың ұзындығы 1,5 метр, бұлайнан 1 метр болады. Және де бұның посадкасы 2 адамға арналған. Мына жақта арқа тірегіші бар, және артында отырған адамға сидинкада болады бұл. Артында отырған адамға бір емес, 2 адам смело сиіп кететін болады. Және де бұның бортына енді даканды тоқталайық. Бортын қарасаңыздар, бұл жерде 3 жағы да ашылады. Бандыр видеода көрсетеді. 3 жағын полностью ашып көрсетеміз. Бұған құм, тас, сенде ма? Бұл мен құм, тас деп айтып жатыр, естай бауырым айтып Бұған құм, тас, картошка, бағанада кез келген затты салып, тиеп тасуға болады жігіттер. Және де бұның грузоподъемності 800 килограммды құрайды. Және де өзіне үстіне дейін 800 килограммға дейін баса бересіздер. Ал егер де қанша килограмм сол 800 килограммға дейін көтере алатын болсаңыздар, осылай қолмен көтеріп түсіретін боласыздар жігіттер. Өзінің тірегіштері болады, артында как положено бәрімен бірге. Бұл самосвал емес жігіттер. Бізде 250 кубтық трициклдар бар ғой. Ол самосвал, ал мынау 130-дық бізде самосвал емес, яғни қолмен. Так, сол. Одан кейінгі жағына тоқталайық. Мен сіздерге қазір тағы да көрсетейін. Моторын айттық, карданмен, глушителінің өзі көріп тұр. Бұл жерде рейсорлардың өзі кәдімгідей қалың рейсорлар қойылған. Алдындағы щиток прибойлары механический жігіттер. Бұл жерде ручникта, кикстартерда бар. Және де Ерназар мына жерде цепление жоқ. Не үшін жоқ, түсіндіріңіз? Ең қызығы сол ғой. Ең қызығы. Полумеханика деп аталады. Цеплениясыз на ходу кетіп барады, скорость ауыстыра бересіздер. Бұда 4 скорость болады. Және алдыға, артқа 2 положениеде жұмыс жасайды. Яғни понижний, повышенный болып жұмыс жасайды. Және де сол жақта қарасаңыздар, полный фарлары, дальний, ближний, поворотниктарына дейін сигналы, және де моторындағы бағанағы антифриз бар. Антифризді бізде радиатор бар, радиаторды суытуға арналған вентиляторда қойылған бұл жерде. Және де оң жақ кнопкамызда бізде старта және де фардың қосып өшіретін нақты кнопкалары қойылған жігіттер. Осымен Естай екеуміздің трициклға деген шолуымыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және де жігіттер, алдағы уақытта біз 250 кубтық трициклдарымызға толықтай эксперимент жасайтын боламыз. Полностью груздарымызды басып, айдап, қанша килограммға дейін нақты көтеретінін көрсетеміз. Келесі видеоларды күтіңіздер жігіттер.